жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәйгүлікті құйрық жалы таралған, сүйетұғын қазақ осы қараңдар. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қызуға жаралған. Қазақ осы айтатұғын желгесір, уа ағайын халық емес ол кесір. Қазақ осы аңғал-саңғал жабусыз, қазақ осы ағыл тегіл көлгісір. Қазақ осы дала дейтін күн дейтін, қазақ осы өнер алды тіл дейтін. Қазақ осы қарасында ақсында, қоңырсында жатыр қауды білмейтін. Қазақ осы көргенінен танбайтын, той думансыз оты түзу жанбайтын. Қазақ осы алудай ағалатын, ал беруден алдына жан салмайтын. Қазақ осы ашық жарқын қабағы, қонақ келсе шабылып бір қалады. Байқада тұр саған дауыл кетерде, ат мінгізіп жібек шапан жабады. Қазақ осы дүниемен малыңды, оңды солды шашу үшін жинайтын. Қазақ осы жайып жатқан қанатын, батыр халық ақын халық дәлаты. Қазақ осы өзім сенген адамда, насыбайға болып төлеп қалатын. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, және Ақжайықтың арнайы қонақтары. Армысыздар дархан жүректі ағайын. Қайырлы күн, қадірлі достар. Әсем қаламызға және көпшіліктің көзайымына айналған «Мен де жұлдыз боламын» республикалық байқауына қош келдіңіздер. Биыл біз үшін оңай жыл болмай тұр. Әлемді жайлаған індет біздің елді де айналып өтпеді. Яй барыс, дұрыс айтасың. Десе де, ел бірлігінің арқасында індетті жеңіп, бүгінде қалыпты өмірге аяқ басып отырмыз. Достар, бұл көптеген адамдардың жоспарына өзгерістер енгізіп, біраз нәрсені кейінге қалдырды. Соның ішінде біздің де байқауымыз бар. Бірақ біздің ұйымдастырушылар қарап қалмады. Заман ағымына сай, байқауымыздың кезеңдерін бірнеше мәрте онлайн форматта өткізді. Нәтижесінде сайдың тасында еріктелген балалар осы сахнада өнер көрсетпек. Достар, ең бастысы қай жерде, қай елде болмасын, біздің талантты жас өрендер барлық конкурстарда 100-ден жүйрік болып, гран-при және жүлделі орындарда бәрін қанжығасына байлап келді. Және келеді де. Оған өздеріңіз талай куә болдыңыздар. «Мен де жұлдыз боламын» жобасы еліміздегі талантты балаларды іріктеп алып, оларды шетелдік байқауға жолдама беретін және арнайы апарып қатыстыратын еліміздегі бірден бір жоба. Ал бүгінгі кешіміздің жөні де, мәні де өзгеше. Бүгін «Мен де жұлдыз боламын» жобасы Орал қаласында алғаш рет өтуде. Оған себеп жоба авторы, продюсері Лариса Мақсатқызы туған жеріндегі талантты өнерпаздарды қолдау мақсатында өңіріміздегі өрендерге халықаралық байқауда бақ сынауға мүмкіндік бергелі отыр.
Яғни продюсерден туған елге арнайы жүлде. 100-ден жүйрік озғанға Түркияға тегін жолдама. Және біздің байқауымызда жыл сайын балалар өз өнеріне белгілі бір тақырыпты арқау етіп отыр. Әрине, ол дәстүр биыл да жалғасын табады. Бұл жағынан биылғы байқаудың салмағы ауыр. Өнерпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Достар, мен сендерді түсіндім. Биыл байқауымыз поэзияның алыбы, қазақ жазба поэзиясының негізін қалаушы, әр қазақтың жүрегінде жыры жатталған Абай атамыздың 175 жылдығына арналмақшы. Дұрыс айтасың, Нұрайна. Тек Абай атамыз ғана емес. Мен жігітпін, айқасқа сынғасыппын. Жүрегі бар кеудемде шыңға шықтың. Жанар таудай жойқынмын жұлқынғанда. Шарықтасам қырам боп шыңға шықтым. Айбарыс, өлең неткен керемет, бүгінгі сайысқа сақадай сай сияқтысың. Жоқ, би сұлтан, бұл менің өлеңім емес. Бұл сөз майданының хас шебері, әр қайсымыздың жүрегімізде жатталған. Мен қазақпын өлеңнің жұмағы ғой. Оны мен бекер айтып отырған жоқпын. Біз бүгінгі байқауда осы туғанына 100 жыл толып отырған Жұбан Молдағалиев атамыздың да есімін тағы бір мәрте еске салмақпыз. Бәрекелді достар, және Қазақстанның халық жазушысы, ақын, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Қадыр Мырзали атамыздың 85 жылдығына арналмақ. Демек, бұл байқау бұрынғыдан сәл өзгерек. Әлдеше, ендеше не тұрыс? Сахнаны өнерпаздарға берейін. Өз елім әнімен Темірғали Аржан, Хамзи, Әлинұр, қабыл алыңыздар.
Жұбан Молдағалиев, өлкем жайлы ойласам. Жем қайда, жайық қайда, сағыз қайда, ескөлең еске түсті бағыз дойға. Ашылып үрпілері ән өзендер, далаға дән тасқынын ағызған ба. Тіл білсе толғар еді тұмсанарын, куәсі газ түздердің, құм сонардың. Қысы жұт, жазы жалақ жылдар өтті, тартпады тауқым етін кім солардың. Шөлдетті Исатай мен Махамбетті, құмар боп құмаршыққа атамды өтті. Күй қылып кісенінің құрманғазы, қарғаған топан дертті жапандорны. Осындай сыр шертеміз баламызға, төркіндеп туған жерге барамызда. Білмеймін, сенеме олар, сенбеймене. Ұқсайды бәр ертегі, бәр аңызға. Сақтайды есте сәби көз көргенін, ұқпаста қай жер қалай өзгергенін. Бүгінше әзірасқа тыққасы қол, ертең ағы келсе де ез бермегін. Ол үшін бәрі дайын жатыр алда, жер алда, даяш алда, батыр алда. Сол үшін мұңғырған мал, қаймақ майы, балықта сол үшін жүр атырауда. Көріп ол думан өмір, паңдаланы, күледі, қызығады, таң қалады. Ішінде бойшаң егін адасады, шарлайды түзде туған сән қаланы. Есінде қалады емді суреттерім, шалқыған каналдардың сулы өткелі. Күйіндей құрекеннің күмбірлейді, толқыған ақ жайықтың ну көктемі. Қазақтың осындай бір байтақ елі, жыр болып көз алдыма қайта келді. Енко жер шалған ердің ісі, тынды деп махан бетте айтар еді. Бүгінде өлкесінің өз өлен, батырдай, ерлегерен, сөзі берен. Танисың тағы да бір кереметің, қарасан егіншінің көзіменен. Жем қандай,
жайық қандай, сағыз қандай, нағыз бай, маңыз қандай, аңыз қандай. Толқыннан түлеп өсіп, шығанақтар дауылдап, дән тасқының ағыз қандай. Өлеңім, өлеңдерім, өркендерім, жаңарған жомарт жерім, көркем көлім, даламның даңқындай боп тұршы биік, қадірлі, қасиетті өлкем менің. Тамаша той думанмен таң атырса, сол кезде жаныңда сен жан отырса, тамаша жексенбі күн көл басында, тұнықтан балық аулап бал отырса, тамаша жексенбі күн көл басында, тұнықтан балық аулап бал отырса. Тамаша тойлауының түнін көрсе, күнде солайдай сұлу теңін берсе, тамаша достарымен дала кезіп, туған жердің гүлін терсе, тамаша достарымен дала кезіп, торқалы туған жердің гүлін терсе, тамаша қырдан қызыл түлкі ауласа, түлкіге қомай қосып қиқуласа, тамаша қанжығанды қандап қайтса, тамаша соның бәрі мүмкін болса, тамаша қанжығанды қандап қайтса, тамаша соның бәрі мүмкін болса. Тамаша жүрегіңді ұстамаса, таршылық жан жағыңнан қыстамаса, тамаша
тамаш емес, бірақ та ол бір мезгіл кетпен керек ұстамаса. Тамаша тамаш емес, бірақ та ол бір мезгіл кетпен керек ұстамаса. Жүрегім соқпа кел тоқта, жас келер көзгайы жүр-жүрле. Қайғылы көңілім қайдағы, бұрынғымдай жаңғыртар, қайрат алып ойдағы, басымды қайғайы қамыртар. Есіңде бар ма жас күні? Махаббат қызық мал мен бақ, көрінушедай дос құртақ, үміт жақын көңіл ақ, болар ма ендігі сондай шақ. Құдай-ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын шегініп алыстап кетті құрғырлар. Көзіме жас бер жылайын, тағат бер сабыр қылайын, жаралы болған жүрекке дауа бер емдеп сынайын. Қарашада өмір тұр, тоқтатсам тоқсан көнер ме? Арттағы майда көңіл жүр, жалынсам қайтып келер ме? Майдағы жұрттың іші қар, бәсешек қарға көнер ме? Ішінде кімнің оты бар, қар жауса да сөнер ме? Көзіме жас бер жылайын, тағат бер сабыр қылайын, жаралы болған жүрекке дауа бер емдеп сынайын. Даланы
Бас сұрасып, мал сұрасып, бермегенмен кетісер, адам аулап сыртына саулап, майды жаулап жетісер. Ел қағынды, мал сабылды, орлық өтірік күдегу, байы баспақ, бие саспақ, әулек аспақ, сопрақ. Су жоғарма, сөз ұғарма, сымра жылмаң жел буаз. Айтты күндеп алды берді, енді күндер өзіме аз. Енді күндер өзіме аз. Жазды күн шілде болғанда, күлгірей шалым бәйшешек, ұзарып өсіп толғанда, күлкілеп жатқан өзенге, көшіп алу болғанда, шылдырап жатқан жылқының шағынан жоны бұлдыңда, қайғылар биелер, бері шығып ыңқылдап, суда тұрып шыбындап, құйрығымен шылпылдап, арасында құлынтай, айнала шауып бұлтыңдап, жоғары төмен ере қас, ұшып тұрса сылтылдап, қыз келінші үйтілге бұрала басы бұлтылдап, ақ білегін сыбанып, әзілдесіп саңқылдап, ай. Ақ көйлекті таяқты ақсақал шығар бір шеттен, малыңды әрі қайтар деп малшыларға қақылдап, шабандарым безенген, асау мініп еңселген, жылқышылар кеп тұрсай, таң ертеңмен сылтылдап. Мылтық атқан құсатқан, жас бозбала бір көлек, көл жағалап бұлтыңдап, айырып қалған көк құсы көтеріле бергенде, қасап ұрса жарқылдап, өткен күннің бәрі үміт, қолдан келер қайрат жоқ, бағанағы байылшан ауылда тұрып күледі, қошеметтеп тартылдап, ай. Жұбан Молдағалиев жол туралы аңыз. Жеткізген бұл бір аңызды көктемнің жүйрік желіме, тасқын ой қайдан ағызды, таратты кімдер еліме. Сәбидей оны сүйдім мен, көтерген алып бесіктен, авторы ел деп түйдім мен, ел кезіп жүрген есеткем. Білмеймін, бірақ қай жерде, қай жердің құба жоныңда, бәлки тау, бәлки сай жерде, айталман атың оныңда. Аударып әлем назарын, таратыпты желі жаңа жол, жаңғыртып жердің ажарын, жасыл от жаққан далада ол. Шетелдік мырза тілші бір алыстан арнап келіпті, көлгерсе жүріп бұл шебер, жолшыға сұрақ беріпті. Қай жылдан бері жолшысыз, қалтаңыз қашан толады, боласыз қашан жолды сіз, қай жерде мұның торабы. Жолшы бір алып ересең, таудартсаң да көтерер, мен депті шешен емесем, кем соқса ғафу ете көр. Сонда да сөзден қаншалман, айта бер біздің жолшының, дедің бе қалай қашаннан. Туғаннан бері жолшымын, жол салу тыңнан ораза. Октябрь берген мамандық, қалтамның жайын сұрасам, қазынамда мәңгі замандық. Бүгінге түгел жетеді, бейтаныс үрпақ
ол қызға адамзат азы етеді, алады шапақ, жұлдызды боласын қашан деп едің. Қайседі өзге сұрағын, байқап көр халық епкінін, судан біл мырза шырағым. Соны айтып жолшы желпініп, қарапты дейді айнала, күн күліп көкте жел тынып, түрікен тыңдап сай-сала, әлгөрін әлгі жерісі әудемде артта қалыпты. Жалғасып жолдың желісі, асуын таудың алыпты, тұрыпты мырза күйініп, қаламын отқа жаққандай. Тұрыпты жолшы сүйініп, тағы бір бақыт тапқандай, қиялын бейпіл тасытқан, кесілген күңгір үміті кетуге мырза асыққан. Сол кезде жолдың жігіті, асықпа депті, тоқтай тұр, қорқытты сені әлдене. Сұрағың тағы жоқ па бір, біткен жоқ әлі әңгіме. Деппедің қайда торабы, станция коммуна, барлық жол соған барады. Қарқыннан бізді көріміна, соны айтып жолшы желпініп, қарапты дейді айнала, күн күліп көкте желтініп. Тұр екен тыңдап сай-сала, әлгөрін, әлгі жерісі, одан да артта қалыпты, жосылып жолдың желісі. Тағы бір тауға барыпты, тұрыпты үнсіз түйіліп, еңсесі түскен өр мырза, адамзат жер көк сүйініп, жолшыға бопты риза. Тыңдапты мырза жолшының, секілді соттың кесімі, айтады аңыз жолшының халық деп нағыз есімі.
жылауға да қысылмаймын сен барда. Мен өзіңнен қабылдаппын сүюді, мен өзіңнен қабылдаппын күюді. Сенің жаның жүрегіме ораулы, менің жаным жаулығыңа тиюді. Сенің
мың тірілген. Жөргегімде таныстым мың тіліммен. Жылағанда жүрегім көн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен. Құрсағыма сыйдырам даланы кең. Пәк сәбимін, бесікте өлдеген. Дәуірлермен құрдаспын данамын мен. Мен жігітпін, айқасқа сыңғасыппын. Жүрегі бар кеудемде шын ғашықтың. Жаман таудан жойқынмын жұлқынғанда, шарықтасам қырам боп шын ғашықтың. Мен қаракөз сұлумын, сайтан қызбын. Сайрай қалсам тілімнен балтан қызбын. Сүйер болсам өмірден өле сүйер. Тас батырмен қайрасам балтан қызбын. Осындай боп, білмеймін кімнен тудым. Бәлки қайса, бәлки бір ұннан тудым. Деп жатыпты біреулер кімнен тудым. Жоқ, сірә мен қара қол кімнен тудым. Руым көп, солардың аттарындай. Мінезім бар, таулардың қатпарындай. Ән жырым бар, бабалар хаттарындай. Әжімім бар, бейнеттің таптарындай. Қаза тапқан солдаттай із көлемнен, қалалардан өтіпті түз белінен. Қаңқалар табылып жатыр қазір, соғыстармен жоқтың іздерінен. О замандас, соларға бір қараңыз. Әр кірпіші, әр тасы бір қонаңыз. Өлгендерді тірілтіп өмірленіп, өшкендерді табатын бір ғана біз. Мирасыма, мұрама аз ба суда, алынбайды алтындай қаз ба суда. Тереңі көп, тұңғиық тарихы көп. Жылдар көше, жол-жолда жазбасы да. Жаза алмадым, қайтейін, хат білмедім. Білдім бірақ, найзамен аттың белін. Ат үстінде ұмыттым кедейлікті. Ат үстінде өлсем мен шатпын дедім. Жетпеген жоқ ғылымға зеректігім, сезбегенде емеспін керектігін. Қала бердім жарыққа жол таба алмай, қараңғы қырға тас батып ерекпінім. Кейін білдім жердің де шар екенін, өз өлшемі өз шегі бар екенін. Көзеп көтеріп тұрған соны ысырап боп жүріпті бәрекелдім. Ұзақ ұйықтап тұмсатсыз бесігінде, естімеппін Архимед есімінде. Жерді иру қиялы бұлай тұрсын, жемісі де тимепті несібеме. Танытпады надандық сақыратты, көмерді де көп ғасыр тоқыратты. Көзім басыр болса да ойым көргіш, мен де ақнем өзіндей сол бір қарттың. Келсе ғой далама бұрын олар, Коперниктер жарданы бұрын олар. Қапы кетті қаншама ұл қыздарым, бағжанса солардың бірі болар. Арылмады басымнан заманатын, үйіп түгіп жазмыш жаманатын. Европадан 70 жыл соң оқыдым коммунистік манифест ғаламатын. Соң оқыдым, талайдан бұрын ұқтым, түннен күнге күрт басып бұрылыппын. Бір бөлшегі болған қандай бақыт, Россиядай, Лениндей ұлылықтың. Ал бүгінше, бүгін мен азаматпын. Жаза алатын ғылымды қаза алатын, жаза алатын дүниелік дастандарды, жаза алатын тарихқа қазақ атын. Атымның да кеше ғой таңылғаны, оған дейін нетім ба таңылмады. Солар жайлы ойлансын ұрпағымыз, шолпан қызы шапақты таңылдары.
Өмірдің мәні қандай, қайратқа жана қандай. Қайғырма ешқашанда, жолдарың өз қолында. Жетер қолың арманға созғанымда. Өмір өз қолында. Қайғырма ешқашанда, өмірің өз қолында. Өмірдің жөні басқа, сүрінбеске болады жаңылмасқа, болады жеңілмеске, өмірің өз қолында. Бұлдайың жалғызда, өмірің өз қолында. Болады жеңілмеске, өмірің өз қолында. Бар оның өз жұмбағы, Бақытлы жан, қанша жан көз жұмбады. арманда кетті қанша, Арманда өтті қанша. Өмірің өз қолында. Өтті қанша бос күндер боздағында. өмір қашында, өз қолында. Қайғырма ешқашанда, Қайғырма ешқашанда, өмірің өз қолында. өз қолында. Көзіңнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Бітпейді іштегі
Құрметті көрермендер, осымен концертімізде өз мәресіне жетіп қалды. Жас дарындарымызды даралап, барша халық назарына ұсынып, өнер әлеміне тәй-тәй басқан өнерпаздарымызға мүмкіндік сыйлаған «Мен де жұлдыз боламын» жобасы өз міндетін толықтай орындаған секілді. Орындап қана қоймай, халқымыздың асыл мұрасына бір сүңгіп, бай тарихымыз бен мәдениетімізден бір сусындап қалдық. Өте дұрыс айтасыңдар, достарым. Бірақ бұл соң емес. Біздің жобаның арнайы қонақтардың өнерлерін назарыңызға ұсынамыз. Олай болса қарсы алыңыздар. Расул Рауанұлы, «Мен де жұлдыз боламын» байқауының аспап жанры бойынша бірінші орын иегері. Қабыл алыңыздар.
жақыннан аумаған туған жер, туған жер. Қайырлы кеш тағы да, қадірлі қатысушылар, қадірлі ата-аналар, қадірлі ұстаздар және көрермендер. Осымен бүгінгі «Мен де жұлдыз боламын» республикалық балалар байқауының Батыс Қазақстан облысы Орал қаласындағы финалы өз мәресіне жете келді. Өздеріңіз көрдіңіздер, тамашаладыңыздар балалардың өнерін, балалардың деңгейін. Енді мен қысқаша жалпы мына әншілер жағынан айтып өтейін. Жақсы өнер көрсеткен балалар да бар, өздеріңіз көрдіңіздер. Сәл бір әттеген-ай деп қалатын қырларында көрсетіп өтті. Енді біз ойлаймыз, оларға қатты айтудан гөрі жаңағы кішкене дайындық аз болып қалды ма, немесе енді қатысып жатыр ма деп. Жалпы байқау 3 жылдан бері өтіп келе жатыр. «Мен де жұлдыз боламын» байқауы. Балаларды байқайтынымыз, кейде бір ата-ана асығыстық танытатын сияқты кездер болады. Бәйгеге ерте қосып жіберді ма деген бір ойлар болып қалады. Жалпы болашақта сондай жақтарын бір қарасаңыздар, ұстазбен ақылдасып, жетекшісімен сөйтіп барып қатыстырса, бұл нұр үстіне нұр болады. Үлкен додаға келіп, жаратылмаған атты қосып жібергендей болып қалады да, бір әттеген-ай болып. Сол жағынан абай болсақ, жалпы. Енді негізі мына жетекшісі бар балалардың жалпы өнері көрініп тұр. Оқыған, білім алған, сахнаға шығып, өнерін көрсетіп, сахна сыртына шығуы барлығы орнында. Сондықтан барлығыңызға сәттілік тілейміз. Жеңісті күндер болсын әрқайсысында. Сәлеметсіз бе, құрметті қатысушылар және ата-аналар. Мен енді көп сөйлеп уақыт алмайын. Жаңағы Дәуренбек бауырымыз айтқандай, балдардың да жаңағы кейбіреулері жақсы шапты, кейбіреулері шаба алмай қалды деген сияқты. Бұл жерде айтатын жаңағы ата-ана мен ұстаз бірін-бірінің жаңағы қарым-қатынастары өте жақын болу керек, бірін-бірімен ақылдасып, жаңағыдай солай дайындалу керек деп есептеймін. Енді біздер өзіміздің шешімімізді шештік. Қазір сол ұйымдастыру алқалары өздері сіздерге жеткізеді. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, қатысушылар. Бүгін осы көптен бері күткен финалымыздың күні. Содай өзім үлкен қуанышпен күткен күнім еді. Бір сағатта тез өтіп кетті. Шыны керек, мына балалар байқауы «Мен де жұлдыз боламын» деген өз басым бүгін осы дайындыққа үлкен жауапкершіліктен келген ата-аналар, ұстаздар, сіздерге алғысым шексіз. Өйткені қандай бойында, баланың бойында болған жаңа таланты болсынды, сіздер соны үлкен көмегімен, бір жерде ұстаз көркем сөз болсын, дәстүрлі әншілер костюмнен бәрі көрініп тұр. Дайындықтарыңыз өте жақсы болды, маған ұнады. Енді арасында әттеген-ай деген болады, енді бұл енді байқау ғой. Дегенмен, балалар, сіздерге үлкен рахмет. Қайырлы күн, құрметті жерлестер. Өздеріңіз біліп отырғандай, «Мен де жұлдыз боламын» байқауы 3 жылдан бері Алматы қаласында республикалық байқау болып ұйымдастырылып, облысымызға, республикамызға танымал біраз өнерпаздарды Түркия, Москва, Грузия еліне апарып келген болатын. Енді биыл 3 жылдан кейін елімізге келіп өткізсек болар деген ниетпен осы өзіміздің өңіріміздегі өнерпаздарды қолдау мақсатында «Мен де жұлдыз боламын» байқауы облыс көлемінде, яғни Орал қаласында бүгін бірінші рет ұйымдастырылып тұр. Бұл байқау тек қана Алматы қаласында ұйымдастырылған болатын, бірақ перзенттік парызым ғой деп
бүгін осы елге келген жайымыз бар. Елге келгенде жай келмеппіз. Өзіміздің ұлы тұлға аталарымыз Жұбан Молдағалиев атамыздың 100 жылдығымен және өзімнің кіндік қаным тамған жер Сырым елінде кіндік қаны тамған Қадыр Нызалиев атамыздың 85 жылдық мерейтойы тойымен тұспа-тұс келіпті. Бұл енді біз үшін бақыт, біз үшін абырой. Сондықтан бүгінгі карантиндік шектеулерге қарамастан осындай байқауды қолдап келіп қатысқандарыңызға, баршаңызға өзімнің ұжымымның атынан үлкен алғыс білдіремін. Бұл енді тағы да айтайын, осы елдегі өнерпаздарды қолдау мақсатында ұйымдастырылған байқау болатын. Елге келгенде алдымнан құшақ жая қарсы алған бүгінгі әділ қазы мүшелері Асылхан Қазиев ағам және осы театрдың актрисасы, кино актрисасы Жұлдыз Мамедова аға апаларыма үлкен алғыс білдіремін. Сіздердің осы байқауда қазылық еткендеріңіз үшін мен үшін бір абырой, мен үшін бір үлкен бақыт. Осындай аға апаларымыз барда, осындай қолдап жүретін жандар барда, біздің өнерпаздарымыздың өнері әрқашанда қолданып, талай биіктерден көріне береді деп ойлаймыз. Және де мен де жұлдыз боламын байқауын осы 4 жылдан бері қолдап, Алматы қаласында маған ағалық қамқорлығын көрсетіп жүрген осы елдің тумасы, осы елдің атын ең бірінші Жас қанат байқауында Орал қаласында талантты жастардың бар екенін дәлелдеген Дәуренбек Мерғалиев. Баршаңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.